достар, бүгін біз сіздермен палау пісіреміз. Сонымен бізге қажетті нәрселер ет, сәбіз, пияз, күріш, ноқат, палауға арналған дәмдеуіш, зира және тұз. Ең алдымен қазанымызға сұйық майды молдау етіп құйып аламыз. Себебі палаудың дәмді болуы майы көп болғанда дәмді болып тұрады. Ең майлы тамақтардың бірі. Қазанымызға майды құйдық, пешімізді ең жоғарғы деңгейге қойдық қыздыратын. Майымыз қызғанша күтеміз. Сонымен майымыз қызды және оған пиязымызды саламыз. Пиязымызды сары түске енгенше қуырамыз. Пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді біз бұған дейін жуып, турап қойған етімізді саламыз. Менде бұл жерде сиырдың еті де бар, жылқының еті де бар және кішкене ешкінің еті бар. Тез пісу үшін ұсақтап туралған. Енді осы етімізді салғаннан кейін дәмдеуіштерімізді салып жібереміз. Тұз, палауға арналған дәмдеуіш және зира. Жиі араластырып 20 минут, жарты сағат көлемінде қуырамыз. Менде барлығы жылдам пісетін еттер. Қақпағын жауып, кішкене отты ең жоғарғы деңгейден түсіреміз. Ендігі кезекте күріш. Оған қайнап тұрған суды құйып, кішкене жібітіп қоямыз. Бұл рецепті Айнұр Тұрсынбаеваның рецепті. Мен қазір сол бойынша дайындап жатырмын. 10-15 минутқа одан артық емес қойып қоямыз. Сонымен біздің етіміз өзінің сөлін бөлді. 20 минуттан бері осылай ортаңғы отты пісіп жатыр. Және біз бұған дейін суға қайнатып бұқтырып қойған ноқатымызды саламыз. Және ноқатты салғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Енді бір 10-15 минут көлемінде бұқтырамыз, беті ашық күйінде. Мына жердегі артық суы тартылып, сәбіз кішкене қоңқыра бастайды ол уақытта. Және біз бұған дейін күрішіміздің суынан алып, мынандай сүзекке салып қойдық. Енді жақсылап араластырамыз. Сәбіз кішкене қоңқырады. Осы кезде бояу қосып жіберулеріңізге болады. Күріштің бояуы бұл арнайы дәмдеуіштер сататын жерде болады. Осылай қасықтап, грамдап сатылады. Менде бар қалғаны осы екен. Осының барын қосамыз. Қостым. Және мұндағы күрішімізді саламыз. Күрішті салып болғаннан кейін қайнап тұрған суымыздан менде 3 кесе күріш, дәл осы кесемен 3,5 кесе су құямын. Енді кішкене күрішті батырамыз. Және отты қатты қойып қайнатамыз. 1 минут көлемінде отты қатты қойып қайнаттым.
кішкене отты ақырындатамыз орташаға, себебі асты жабысуы мүмкін. Және отты мүлдем төменнен бірден. Сонымен отты біз мүлдем ақырындаттық. Максималды 9 болатын болса, біз 2-ге қойдық. Және бетіне мынандай орамал жауып, қазанымыздың бетін жабамыз. Дәл осылай ең төменгі отта 40 минут 1 сағатқа қалдырамыз. Бұл бізге табанына жабыспайды, себебі 2-де тұр, және ертерек дайын болған палау тұрғаннан кейін, 1-2 сағат тұрғаннан кейін дәмі өте жақсы бола түседі одан. Осылай 40 минут 1 сағатқа қалдырамыз. Енді қазанымыздың қақпағын ашып, тамағымызды тексеріп көреміз. Бұл уақытта пісіп қалды. Табаны кішкене жабысыңқырап бастапты. Күріші толық піскен екен. Ыдысымызға салып аламын. Бұны үлкен ортаға салатын ыдысқа салсаңыздар да болады. Ал мен балаларға кішірек тәрелкеге салып аламын, және отты өшірмеймін. Одан күрішіміз езіліп кетпейді, палауымыз. Жылылық күйін сақтап, барлық жұмыстан келгенше ыстық күйін сақтап тұратын болады. Ноқаты бар арасында. Осылай шашырап піскен палауымыз дайын. Астын үстіне қарай бір шығарамын да, тағы да бетін жауып қоямын. Сонымен достар, мінекей біздің палауымыз дайын. Көріп тұрсыздар қандай жабыспаған. Астарыңыз дәмді болсын.